Мына қазір кейбір жігіттер айтып жатыр, намаз бастау керек еді, что-то жолым болмай жатыр дейді. Естігенсіздер ме сондайды? Жолым болмай жатыр, намаз бастау керек дейді. А бір кісілер айтады, намазын тастап кеткен да, неге десең, намаз оқыдым, что-то бәрібір жолым жүрмей қойды ғой дейді да. Сонда қараңыз, бізде кейбір кезде мына намаз ана тиын тістеген бақа сияқты кейбір ана магазиндерде тұр ғой, жол ашады деген бақалар. Сол сияқты бұл намаз деген бізге жол ашатын бір предмет сияқты да, бір құрал сияқты да. Мен айтар едім, бұл намаз шынында да жолды ашады жігіттер. Бұл жолды ашады. Бірақ біздің түсінігіміз дұрыс болмай жатыр да. Ол қай жолды ашады? Бұл намаз, біз ойлаймыз, намаз оқисың, сен саудаң жүру керек, табысың көбею керек дейді да. Алла тағала айтып жатыр: «Ихдина сиратал мустақим, сиратал лазина ан'амта алейхим». Алла, мені өзіңнің тура жолыңа сал. Қай жол? Сенің нығметіңе бөленгендердің жолы. Намаз жолды ашады жігіттер. Қай жолды? Сенің будкаңа қарай емес, Раббыңа қарай жолды ашады. Намаз бізді Раббымызбен байланысымызды дұрыстауға ең үлкен себеп. Сол үшін ағайындар, қараңызшы, не дейді Алла Тағала Құранда? Жүректер Алланы еске алумен ғана тынышталады. Негізі дұрысынан түсінейікші жігіттер. Мынау дүниеде өзі бақыт деген не өзі? Байлық деген не десе, бұл дүниенің көптігі емес. Бұл қайғының жоқтығы, көңілдің тоқтығы. Жүрегіңде қайғы жоқ ба? Болды, сенің дүниенің аз көптігі ол қызық емес негізі. Дүниені көп жинап, қайғырып жүргеннен көрі бар ғой, дүниең аздау болса болсыншы, қайғың жоқ, қарның тоқ, көңілің тоқ па? Негізгі мынау дүниедегі бақыт сол ғой. Жолы болғандар сол ғой. Қараңшы не дейді? Алла Тағалаға бізге мына ғалымдар айтады: егер де сенің жүрегіңде Раббың болса, Алла Тағаламен сенің жүрегіңде байланыс мықты болса, сен онда кімнен қорқасың? Кімнен қорқасың сен? Алламен байланысың мықты. Ал егер Алла Тағаладан сен алыстап кеткенсің, Раббыңмен байланысың жоқ болса, жүрегіңде Раббың жоқ сен, дүние тек қана, онда сен кімге үміттенесің? Кімнен жақсылық күтесің сен Раббыңнан басқа? Сол жолды біз дұрыс түсінбей жатырық қой. Мынау дүниеде жолы болғандар кімдер десе, көп тапқандар емес, тыныш жатқандар, уайымы жоқ, қайғысы жоқ. Мынау дүниеде бақытты адамдар солар ғой. Айтпесем көріп жатыр қой енді. Алла сақтасын, біреуге табалап айтпаймыз, бірақ небір адамдар дүниенің бір белгілі дәрежеге көтеріледі да, бірақ қарасаң тыныштық жоқ та жүректе. Қайғы, уайым әлі жетпей жатыр, әйтеуір жарысуда. Ал қазақ айтады, қамсыз қарасу жақсы дейді да. Қайғырып анау қымбат су ішкеннен көрі бар ғой. Сол үшін осы жаңағы сөзді дұрыс түсінейік. Қараңыз, Алла Тағала айтып жатыр: «Уақимус сола, инна солата танха анил фахшаи вал мункар». Сіздер намаз оқыңыздар. Намаз сіздерді қандай жолдардан қайтарады? Арсыздықтан, жамандықтан, жиіркенішті, лас істерден қайтарады. Қайтарады деп жатыр. Қараңыз, сіз Алла Тағаламен Раббыңызбен жүрегіңіз байлана бастай ма? Болды, сізде өз осындай жұмыс пайда болады. Ішіңізде осындай жұмыс жүреді. Бір жиіркенішті іс көресіз ғой, болды, сізде қарсы жұмыс істейді. Жиіркенішті нәрседен бұл ат айтып тұр ғой, жиіркенішті деп. Демек, одан негіз жиіркенуіміз керек қой біз. Сізде енді осы жұмыс пайда болады. Намаз оқи бастайсыз, сізде енді ойлану пайда болады. Қой, мынау маған болмайды ғой, бұл дұрыс келмейді ғой деген сияқты. Өйткені кейбір қазақ жігіттер өзімізде де айтып жатыр ғой, арақ ішетін жерлерге кіріп қалсаң, сендерге отыруға болмайды дейді. Естісіңдер ме? Сендерге отыруға болмайды. Неге? Өйткені сен тазасың ғой. Ал ол адам оны айтпаған болар деп, өз намаз оқып жүрген болса, оның ішінде бұл жұмыс бар ғой, саған болмайды деп емес, маған болмайды деген жұмыс жүретін еді да ода. Сосын ағайындар, дұрысынан түсініп алайық. Мынау дүниеде негізгі бақыт, бұл дүниені көп табу емес мақсат. Бақытты өмір сүру. Ал дүниесіз де бақытты болуға болады ғой. Ең біріншісі Раббыңмен байланысың дұрыс болса бар ғой, онда сен бақытты адамсың. Қараңыз, ғалымдар не дейді? Кімде кім Аллаға бір нәрсе айтқысы келсе, уайымыңды,
не болмаса бір жалобыңды дейді, шағымыңды, онда ол адам намаз оқысын дейді. Намазда тұрасың, альхамдулиллахи роббил алямин, бүкіл әлемдердің Раббысы Аллаға мақтау болсын деп бастайсың. Кейін аяттар оқи бастайсың, я Раббым деп. Ал кімде-кім Алланың сөзін естігісі келсе, онда Құран оқысын дейді. Құран Алланың сөзі ғой. Ағайындар, намазымызды оқиық. Бұл намаз, бұл дүниеде сен саудаңды жүргізу үшін, не болмаса басыңнан бір бәлені қайтару үшін емес. Бұл намаз сенің Раббыңмен байланысыңды түзеу үшін. Біріншісі, егер кімде-кімнің Алла Тағаламен байланысы мықты болса бар ғой, Алла Тағала өзімен байланысын жақсы қылған адамды мынау дүниеде де, ақыретте де қор қылуы мүмкін емес, тастамайды. Тек қана не болу керек? Сен намазыңа бекем болуың керек. Біріншісі Алламен байланыс. Екіншісі, сен мынау күнге талай адамдар жете алмай өліп кетті ғой, мынау күнде көре алмай кетті ғой. Осы күнге аман есен жеткеніңе денсаулығың бар ма? Талай адамдар мүгедек болып жатыр ғой. Денсаулығың бар ма? Ақылың бар ма? Бала-шағаң бар ма? Саған шүкіршілік ретінде басыңды иіп, Аллаху акбар, Алла ұлық мені осындай күнге жеткізген деп ше, шүкіршілік үшін орындайтын амал бұл намаз. Бұл сауда орны емес бұл. Анау тиын тістеген бақа емес бұл.